Сәлеметсіңдер ме балалар, бұл 2-ші сынып математика пәні 67-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы көп бұрыштардың жіктелуі. Бірінші тапсырма зерттеу. Тік бұрыштың моделін пайдаланып, төрт бұрыштың бұрыштарын салыстыр. Не байқадың? Қорытынды жаса. Суретке қараймыз, бізге тік төрт бұрыштар берілген. Бұлардың барлығын салыстыратын болсақ, бұлардың бұрыштары тік болып келеді және 90 градусқа тең. Бұларды тік төрт бұрыштар деп атаймыз. Ережені есте сақтаймыз. Барлық бұрыштары тік болатын төрт бұрышты тік төрт бұрыш деп атайды. Екінші тапсырма. Әрбір тік төрт бұрыштың түстері бірдей қабырғаларының ұзындығын өлше. Не байқадың? Қорытынды жаса. Екінші нөмірлі тік төрт бұрышты сыз. Бірінші нөмірлі тік төрт бұрышта екі қызыл қабырға берілген. Ол бізде ұзындығы деп аталады. Ол 3 сантиметрге тең. Ал жасыл түсті екі қабырғасы ол ені деп аталады. Ол 1 сантиметрге тең. Ал екінші нөмірлі тік төрт бұрышқа қарайтын болсақ, мынау қызыл түсті екі қабырғасы ол ұзындығы деп аталады. Ол бізде 6 сантиметрге тең. Ал мына екі қара түсті қабырғасы ол ені деп аталады. Ол 1 сантиметрге тең. Енді бізге екінші нөмірлі тік төрт бұрышты сызу керек. Ұзындығы 6 сантиметр. Ені 1 сантиметр. Ережені есте сақтаймыз. Тік төрт бұрыштың қарама-қарсы қабырғалары тең болады. Қарама-қарсы қабырғалары дегеніміз мұнда екі қызыл түсті қабырғасы бір-біріне қарама-қарсы. Олардың ұзындығы теңдей 6 сантиметрге тең. Ал қара түсті қабырғасы бір-біріне қарама-қарсы. Олар 1 сантиметрге тең. Үшінші тапсырма. Тік бұрыштың моделін пайдаланып, төрт бұрыштарын салыстыр. Әр төрт бұрыштың қабырғаларының ұзындығын өлше және салыстыр. Не байқадың? Барлық қабырғалары тең төрт бұрыштардың нөмірін ата және оларды дәптерге сыз. Тік бұрыштың моделін пайдаланып, төрт бұрыштардың бұрыштарын салыстырамыз. Бірінші нөмірлі тік төрт бұрыштың барлық бұрыштары тік, яғни 90 градус. Екіншісі де дәл солай, барлық бұрыштары тік. Үшіншісі де, төртіншісінің де барлық бұрыштары тік. Әр төрт бұрыштың қабырғаларының ұзындығын өлше және салыстыр. Бірінші нөмірлі төрт бұрыштың қабырғалары барлығы бірдей, ұзындығы 2 сантиметр, ені де 2 сантиметрге тең. Демек, барлық қабырғалары тең. Екінші нөмірлі төрт бұрышқа қараймыз. Ұзындығы 3 сантиметр, ені 1 сантиметр. Үшінші нөмірлі төрт бұрыш барлық қабырғалары бірдей, сондықтан ұзындығы да ені де 1 сантиметрге тең. Төртінші нөмірлі төрт бұрыш ұзындығы 3 сантиметрге, ені 2 сантиметрге тең. Барлық қабырғалары тең төрт бұрыштардың нөмірін ата және оларды дәптерге сыз. Бізде барлық қабырғалары тең төрт бұрыш, ол бірінші нөмірлі және үшінші нөмірлі төрт бұрыш.
Бірінші және үшінші нөмірлі фигуралар, бұлар шаршылар деп аталады. Барлық қабырғалары өзара тең, тік төртбұрыш. Енді сызбасын сызамыз. Бірінші нөмірлі төртбұрыш, ұзындығы да ені де 2 сантиметрге тең. Демек, барлық қабырғалары тең. Бұндай төртбұрышты шаршы деп атаймыз. Бұл бірінші нөмірлі төртбұрыш. Келесі барлық қабырғасы тең төртбұрыш, ол үшінші нөмірлі төртбұрыш. Барлық қабырғасы 1 сантиметрге тең. Бұлар шаршылар деп аталады. Төртінші тапсырма, тік бұрышты үшбұрыштардың нөмірін ата. Бірінші нөмірлі үшбұрыш, ол тік бұрышты үшбұрыш деп есептеледі. Өйткені мына қабырғасы тік болып саналады. Бесінші нөмірлі үшбұрыш, ол барлық қабырғалары сүйір бұрышты, яғни тең қабырғалы үшбұрыш. Екінші нөмірлі үшбұрыштың бір қабырғасы тік, демек бұл тік бұрышты үшбұрыш болып есептеледі. Ал үшінші нөмірлі үшбұрыш, бұл да барлық бұрыштары сүйір бұрыш, сондықтан тең қабырғалы үшбұрыш деп есептеледі. Ал төртінші нөмірлі үшбұрыш, ол доғал бұрышты үшбұрыш болып есептеледі. Демек, жауабы тік бұрышты үшбұрыш, ол бірінші және екінші нөмірлі үшбұрыш. Бесінші тапсырма, амалдарды орында. 6 тәулік 2 сағат, қосу 5 тәулік 25 сағат. Тәулікке тәулікті, сағатқа сағатты қосамыз. 6 тәулікке 5 тәулікті қосқанда 11 тәулік. 2 сағатқа 25 сағатты қосқанда 27 сағат болады. Бір тәулікте 24 сағат болғандықтан, бұны да бір тәулік деп аламыз. Сонда тең 12 тәулік. 27-ден 24-ті азайтқанда 3 қалады. Сонда 3 сағат болады. Келесі 3 жыл 2 ай. Қосу 4 жыл 13 ай. Жылға жылды, айға айды қосамыз. 3 жылға 4 жылды қосқанда 7 жыл. 2 айға 13 айды қосқанда 15 ай болады. 1 жылда 12 ай болғандықтан, бұны да 1 жыл деп есептейміз. Сонда 7 емес, енді 8 жыл. 15 айдан 12 айды азайтқанда 3 ай қалады. 8 жыл 3 ай. Келесі 8 дециметр азайту 2 дециметр 5 сантиметр. 8 дециметрді сантиметрмен жазамыз. 80 сантиметр. Азайту 2 дециметр 5 сантиметрді сантиметрге айналдырғанда 25 сантиметр. 80-нен 25-ті азайтқанда 55 сантиметр. 55 сантиметр дегеніміз 5 дециметр және 5 сантиметрге тең. Келесі 1 центнер азайту 72 килограмм. 1 центнер дегеніміз ол 100 килограмм. Азайту 72 килограмм. 100-ден 72-ні азайтқанда
28 килограмм. Алтыншы тапсырма. Дәптерге сыз. Барлық бұрыштары тік 4 бұрыш, 2 тік бұрышы бар 4 бұрыш, барлық бұрыштары сүйір 3 бұрыш. Бірінші, барлық қабырғалары тік болатын 4 бұрыш сызамыз. Мына қабырғасы да тік, мына қабырғасы да тік, бұл қабырғасы да тік бұрышты 4 бұрыш сыздық. Енді екінші, 2 тік бұрышы бар 4 бұрыш. Бұл жерде 1, 2 бұрышы тік бұрыш болып тұрған 4 бұрыш сыздық. Үшінші, барлық бұрыштары сүйір 3 бұрыш сызамыз. Барлық бұрыштары сүйір 3 бұрыш сыздық. Дәптерлеріңе дәл осылай сызып алсаңдар болады. Жетінші тапсырма. Фигураларды мынадай ретпен орналастыр. Тік 4 бұрыш, тік бұрышты 3 бұрыш, 5 бұрыш, дөңгелек. Фигуралардағы буындардан құралған сөзді оқы. Фигураларды ретімен орналастырып шықтық. Тік 4 бұрышта та деген буын бар. Тік бұрышты 3 бұрышта мақ. 5 бұрышта та. Дөңгелекте ну деген буын бар. Барлығын қосқанда тамақтану деген сөз шығады екен. Дұрыс тамақтану дегенді қалай түсінесің? Балалар, дұрыс тамақтану дегеніміз уақытылы, пайдалы және дәруменге бай тағамдарды пайдалануды, тұтынуды айтады. Осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.